Балалар, мен сендерге Қазақстанның халық ертегісі кітабынан түйе мен есек ертегісін оқып беремін. Бірде түйе мен есек керуеннен қалып қояды. Олар көгалды жер тауып жайыла бастайды. Түйе екеуміз дос болайық дейді есек. Бір-бірімізге ауыр жұмыстан ауыруға көмектесеміз, әрі қалағанымызша жайыламыз дейді. Түйе оған келіседі. Екі дос жұмыстан босап күндіз-түні көгалда емін-еркін жайылады. Көп ұзамай ауыр жұмыстан құтылып әбден семірген есектің түгі жылтырап шыға келеді. Іші бысып секіріп шалғынға аунайды. О түйе досым деп айғайлайды есек. Менің ән айтқым келеді. Оның не досым ау деп түйе қорқып кетеді. Сен ән айта алмайсың ғой. Біз керуен жолынан алыс емеспіз. Керуеншілер естіп қалса бізді ұстап алып, қайтадан жұмысқа жегіп қояды. Менің жүрегімнің ән айтқысы келеді деп қоймайды есек. Жоқ, мен шыдай алмаймын деп қатарынан бірнеше рет ақырады. Есектің дауысы орманды жаңғыртады. Оны жолда келе жатқан керуеншілер естиді де тез арада түйе менен есекті тауып алады. Керуеншілер өздерінің есектері мен түйелеріндегі жүкті алып, екі достың арқасына артып сапарларын жалғастырады. Ұзақ жолдан шаршаған есек бір кезде тұрмай жатып қалады. Керуеншілер түйе шөгіп есекті арқасына жүгімен қоса артады. Түйенің арқасына мініп алған есектің көңілі көтеріліп тағы да әндете бастайды. Ауыр жүктің салмағынан шаршап аяғы әрең басып келе жатқан түйе әнші досына ренжіп, сен әннің арқасында осы қиындыққа тап болдыңыз деп айтып едім ғой. Тыңдамадың. Енді сенің әніңе менің билегім келіп тұр деп түйе аяғын оқыс сермеп қалғанда жүк ауыр есек таудың шатқалынан ұшып кетеді. Сөйтіп есектің түбіне өзінің ақымақтығы жеткен екен балалар, иә?